Венада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының қысқы сессиясы өз жұмысын бастады. Қазақстан тарапынан парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысуда. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Айтқазықызы тарқатады. Жыл сайын ақпанда Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясына мүше 56 елдің 300-дей парламентарийлері Венада бас қосады. Биылда бұл үрдіс жалғасын тапты. Бұл жолы назарға іліккен мәселе Украинаның оңтүстік шығысындағы ахуал. Сирия мәселесі мен лаңкестік те сөзге негіз болды. Еуропаны дүрліктірген босқындарға қатысты дағдарыс туралы да айтылды. Сарапшылар екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі көші-қондағы дүрбелең осы деп отыр. Парламенттік ассамблея Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қатысты аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жұмыс жасауда. Мәселе көп, мән-жайына да үңіліп отырмыз. Шешім табылуы тиіс. Ванкуверден Владивостокқа дейін түйіні тарқамай отырған мәселе көп әрине. Қазақстандық делегацияны бастап барған Қасым-Жомарт Тоқаев 21 ғасырдың саясатында санкцияларға жол бермеу керек деген пікір айтты. Ол шектеулер қоюға тек Біріккен ұлттар ұйымының құқы бар. Десе де, тек ерекше жағдайда қолданылуы тиіс дегенді айтты. Мемлекеттер арасында алагөздік орнаса, ортақ мүддеге ұмтылу қиындайды. Тіпті лаңкестерге осындай жағдай ыңғайлы, дамуына да мүмкіндік туады ғой. Сондықтан алдымен ауызбіршілік, тіл табысуға ұмтылу. Міне осыған мән берілуі керек. Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы қауіпсіздік тақырыбындағы өзекті мәселелерді Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Ламберто Зеньермен де кездесіп талқылаған болатын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың лаңкестікпен күрестегі ортақ әлемдік жүйені жасау туралы бастамасы да айтылды. Бұл қиындық біткенді еңсеруге, жалпы бейбітшілік орнатуға негіз. Қасым-Жомарт Тоқаев австриялық және ресейлік әріптестермен де кездесіп, парламентаралық байланысты нығайту туралы пікір алмасты. Ал Австрияның федералды президенті Хайнц Фишермен болған кездесуінде Вена мен Астана арасындағы ынтымақтастық пен серіктестікті одан әрі дамыту мәселелері де тілге тиек болды. Меруерт Айтқазықызы, Артем Истомин, Хабар, Вена.